Бірер сағаттан соң Амстердамда Еуропа қазақтарының құрылтайы басталады. Бұл жолға басқосу Қытайдан Анадолыға ауып, әрі қарай Еуропаға қазақтың көшін бастаған Шыңжаң қазақтары ұлт азаттық күресінің басшысы Елісхан Әлібұлының рухына арналады. Биылғы шараға әрісі Америка, берісі Түркиядан әлемнің 10 елінен 2000-ға жуық қандасымыз қатысады. Шеттегі қандастарымыз қазір Нидерланды астанасына жиналып жатыр. Тойдың құрметіне Еуропа қазақ жастары командалар арасында футбол ұйымдастырылған. Кішкентай балалар қазақ күресі асық ойындарынан өзара бәсекеге түседі. 2 күнге созылатын шара барысында қазақ диаспорасының өкілдері ана тілі, ұлттық мәдениет пен салт дәстүрдің сақталуына қатысты өзекті мәселелерді талқылайды. Бүгін біздің негізгі көтеретін мәселелеріміз Еуропада оқып жатқан жастарымыздың, басқа тілде, басқа мәдени орталарда оқып жатқан жастарымыздың, өсіп жатқан жастарымыздың қазақи қасиеттерін сақтап, өзінің салт дәстүріне, діліне, дініне, мәдениетіне қалай ие болуын, оларменен қалай сусудануының керектігі талқыға түседі. Сол мәселелер төңірегінде өзіміздің ой пікірлерімізді ортаға салып, жобаларымызды жасаймыз.